Баршаңызға сәлем. Бұл видеода мен компьютерге Word, Excel, PowerPoint бағдарламаларын қалай орнатуды көрсетемін. Оны орнатудың ешқандай қиындығы жоқ. Ең бірінші сіздерге компьютер және интернет болса болды. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, төменде комментарийға жазыңыздар. Кез келген браузерді ашып, поисковикке жазамыз. Word 2016 жылғы скачать деп. Сосын результат шыққаннан кейін мына жерде wordload.com деп сайт тұр. Сол сайтқа кіреміз. Бұл жерде Word'тың біраз версиялары бар. 2003 жылдан 2016 жылға дейінгі. Біз 2016 жылға версияны таңдаймыз. Сосын сіздерде Windows қандай версия, мысалы 10 ба, 7 ма, соған байланысты мына жерден өздеріңізге керекті версияны таңдап аласыздар. Менде қазір Windows 10, сол үшін мен 10-ды таңдаймын. Сосын мынау жерде скачать 2016 Word 2016 Windows 10 деп тұр, exe. Соны басамыз. Одан кейін скачать етіліп жатыр программа. Программа жүктеліп болған соң проводникті ашамыз да загрузки папкасына кіреміз. Осы жерде Word 2016 Windows 10 деп значогы қызыл приложение тұр. Ашамыз, запустить етеміз. Сосын сіздерде предупреждающий окно шығады, да или нет деп сол жерден даны басамыз. Мына жерде тоже даны басамыз. На предупреждение окейді басамыз. Так, сосын мына жерде установка Word, Excel, PowerPoint дегенге галочканы қоямыз да стартта басамыз. Установка біраз уақыт болады, пока процесс аяқталып біткенше күтеміз. Так, осымен болды. Барлық бағдарламалар орнатылып бітті. Керек емес терезелерді жауып тастаймыз. Енді пускты ашып көре берсеңіздер болады. Барлық 3 бағдарлама орнатылған: Word, Excel, PowerPoint. Соны ашып жұмыс істей берсек болады.